Бүгін біз Балқашқа жол жүріп барадырмыз. Бір 3-4 күн болат шығармыз. Балқашта палаткалар мен дикарем дейді ғой, енді қазақшасы қалай, жабайыма солай бара жатырмыз. Балқашта 2014 жылы былай автостоппен жүргенде проездім болғам. Енді кәдімгідей демалуға основательно бара жатырмыз, бізбен бірге жүргендер. Балқашқа жол деген нашарлау, кішкене Қарағандыдан бастап тас жол салынып жатыр Алматыға. Сол тас жол участок-участокмен әлі біткен, бірақ та бір 50-60% ғана дайын, қалғаны жасалынып жатыр. Және осындай жолда осындай фуралар толып жатыр. Фураларды обгон жасауға болмайды. Mesela артынан тізіліп жүресің. Обгон жасамайтын, 50-мен жүретін жолдар өте көп. Осындай айналып өту жолдары толып жатыр. Бірақ та, в принципе, бір 5 сағатта, 4-5 сағатта жүруге болады. 13 сағат жүріп Балқаш қаласына енді ғана жеттік. Түн ортасында негізі өзімізбен бірге палатка, каремат бәрін алғанбыз, бірақ қазір сол палатка орнатуға жер іздеп, ыңғайсыздықта жату желание жоқ оған. Үшін бір OLX-тан квартира тауып алдық 5000-ға. Свежий ремонт жасалған, әлі бітпеген даже ремонты. Лестницасы бүкілі тұр. Телевизор бар. 5000-ға нормальный. Иісі ештеңе жоқ. Осында түнеп шығамыз. Балқаш негізі кішкентай қала. 2019-да автостоппен Қырғызстанға барғанда жай кіріп шыққанбыз, көліне түсіп. Никто бы не сдавал. Ой. А? Никто бы не сдавал квартиру в таком состоянии. Иә. Ничего не убрано. Жизнь какая-то. Сол тапсырған адам кішкене странныйлау, білмеймін, квартира оныкі емес па, әйтеуір. Удостоверениемді бердім, енді көреміз. Былай, өзі бір шегіп алған ба, ішіп алған ба, сондай бір нәрсе көрінеді. Кухнясы міне, бәрі жаңа, таза. Холодильник жаңа көрініп тұр. Бізге душ, туалет болса, жататын орын болса болды. Карина екеумізге кешкі асты дайындап жатырмын. Егер де біреу білмесе, осындай жасыл бигбон сарысынан гөрі дәмдірек. Негізі мынау үй әлі жалға беруге дайын емес. Орындық та жоқ. Холодильник, стиралка әлі қосылмаған. Көп жерлері дұрыс істелмеген, былай ремонт жасалса да, андай на скорую руку дейді ғой, солай жасалған. Әлі жуылмаған, міне подоконниктары бәрі кір. Едені, красканың дақтары қалып кеткен. Мынау жерде не болған білмеймін. Әлі косяктары жуылмаған. Телевизор қосылмаған. Осындай недостатықтары бар. Мынау не екен білмеймін. Батарея болған ба, дополнительный. Әйтеуір төсек орын дұрыс жоқ. Бізге енді бәрібір болды. Қонып шығу ғой. Ертең жоқ. Нормальный локация тауып, сол далада қонат шығармыз. Сағат таңғы 9, Балқашта күн тамаша болып тұр. Қазір қалалық пляжға бара жатырмыз. Бірақ та қаланың ішіндегі пляж онша емес дейді, және суы кішкене лайлы. Біз осыдан бір 14-15 километр жердегі Талды көл деген ауыл бар екен. Зона отдыхтардың көбі сол жерде орналасқан.
соған барып көретін шығармыз. Мінекей әйгілі Балқаш көліне де жетіп қалдық. Мынау қалалық жағажай. Көріп жатсаңыз быт-шыт кәдімгідей мусор деген шашылып жатыр. Анау трубаларды қарасаңдар, қаншама зиян келтіріп жатыр. Енді көлдің тісі деген керемет екен. Ағзанда теңіз сияқты. Карта бойынша қарағанда осы жер бухта дейді ғой, бухта сияқты. Бұлай жан жағынан жағажай. 2014 жылы болғанда осы местныйлар айтқан, мынау медный завод деймін, мед жез заводы. Осы завод үшін қала салынған. И осы заводтан андай очистные воды дейді ғой, сол көлге төгіледі деп айтқан. Енді шын ба, шын емес па білмеймін. Бұлай су таза сияқты. Таза, жылы. Мусор деген енді масқара. Негізінен бұлай ойлап қарасақ, бұл жер Қазақстан визитный картасы сияқты ғой. Енді Балқашқа келем дегендер бірінші рет осы қалаға келетін шығар, білмейтіндер. Қаланың пляжына келсек, осындай көріністі көріп, қандай сезімде болады адам. Быт-шыт енді айта алмаймын. Қазір Таранғалық деген, Таранғалық дей ма? Сондай ауылға барамыз, сол жақта. Енді дұрыс локация іздейміз. Кішкене ғана тауға шығып барамыз. Тау бетінде тастардың түсіне қарасақ, мынада бір жез бар сияқты. Жез ба, темір ма? О, ар жаққа қарасақ, қане. Донауды шолар сияқты.
ар жақтан кеме жүзіп барады. Судың түсі деген тема енді. Көз тоймайды ғой қарасам. Мына жерде біреудің ескерткіші орнатылған. Мүмкін батып қалған шығар. Оля дейтін қыз екен. Енді жатқан жер жарық болсын. Осы жағалау тас екен. Көбі, бірақ бірден терең басталады. Олимпиялық факел ма, әлде маяк сияқты ма? Білмеймін, әйтеуір. Осында тұр екен, мынау. Қаладағы ең биік нүкте шығар. Жан-жағына қарасақ. Енді Балқаш деген ар жағалау көрінбейді. Мысалы, мынау ол жай ғана не ғой, мыс дей ма? Ар жағында да көл. Керемет. Осылай ғой, демалысымыз. Сен чехолына сәйкес екен. Местныйлар ма деп, чо почем деп сұрауға барсам, өзіміздің Қостанайдың жігіттері екен. Тоже Приорамен Алматыға бара жатыр. Сол Жолшыбай Балқашқа кіріп кетіп, түнетіп, енді бүгін қайтадан Алматыға қарай шығады. Что, осылай демалу керек. Бір жағажайға кеп тұрмыз. Ылғи тас екен. Шомылуға жарамайды, бірақ жер өте керемет. Толқындарды айтсам, толқындарды. Мынау көрініс қалай сізге? Балықшылар отыр әне. Судың ортасында кәдімгі условия жасап алған. Мынау жер әдемі екен, осындай міне жіңішке таяз жер бар екен. Соның арқасында толқындар түзіледі, риф сияқты ғой. Ар жақта да бар, тамаша шағалалар. Менің махаббатым келе жатыр. Неге осындай қалалық пляжға келіп отырмыз. Адам бұлай. Сағат 11 толып тұр. Катамарандар, гидроциклдар. Жартысы істемейді енді. Күшті болып тұр.
кешкі 5. Балқашта күн кішкене бұлттанып тұр. Бірақ ыстық масқара болды. Обедке дейін кішкене шомылып, пляжда болдық. Сосын обед ішіп, кішкене ұйықтап алып, душ қабылдап, енді квартираны тапсырып, тораңғылық дейма, сондай бір жерге қазір барамыз. Алдымен керек нәрсе, продукты оны алып аламыз да кетеміз. Бір қарбыз бен дыня сатып алдық. Балқашта фрукты арзан деп еді. Шу жақын ғой, шудан әкеледі деп. Дым арзан емес, сол Көкшетауда сияқты 150 теңге арбыз қазір. Июльдің соңында уже. Балқаштың фирменный лимонады. Лимонад квас, Карина 1 литр алып алайын деп жатыр. Жасыл бөшкелерде сатылады. 2019-да дәмін татқанбыз, күшті, жақсы. Че, холодно? Как? Осындай жағалауға кеп тұрмыз, міне жартасты. Кезінде су осы белге дейін жеткен шығар. Тағы да балықшылар балық аулап жатыр. Сағат кешкі 7:30 почти. Осындай жер таңдап алдық. Ар жағында Шубар деген ауыл. Бер жағында жаңағы Тедан басталатын ауыл әйтеуір. Мына жағалауы құм екен. Түбі де андай жақсылау кішкене. Сол осы жерге тоқтадық. Мұнда палатка құрамыз. Әйтпесе шаршадық. Мінекей қай жерге келмесек те осындай қоқыс жатады. Үйір көп үйіліп, міне быт-шыт жан-жағы. Әрбір дикий пляж осындай. Адам өз артынан жинамайды. Кешкі асымыз дайын. Киімдерді іліп қойдық. Шайнек қайнап тұр. Сағат таңғы 8:30, күн уже ысып тұр. Енді ғана тұрып жатырмыз. Түн негізі жылы болды, бір 20 градустай шығар. Шешініп жаттық, жай бір пледпен ғана жамылып.
Көршілер балық аулап отыр. Су деген тамаша енді. Жып-жылы уже. Таңғы 9-да су жып-жылы. Тамаша. Дене сергіп алды. Осы көлдің толқындарының шуынан түнде 2 рет туалетке жүгірдім. Күннің көзінен қорғануға осындай шатыр құрастырып алдым. Әйтпесе, міне бұлттар шет жағында ғана, аспан ашық, күн деген дәл төбемізде. Өзім міне осылай киініп алдым. Арафатка киіп. Рахат. Біз обед дайындап жатырмыз. Картоп, баклажан, арбыз жеп тастадық. Күн деген ысып тұр, аздаған бұлттар пайда болды. Адамдар жинала бастады. Байқауымша, демалатын адамдардан осылай культурно дейді ғой, мәдени демалғандардың арасында бір 10 адамның 8-і орыс. Орыстар, немесе славян, славяндар әйтеуір. Қазақтар бұлай демалуда әлі үйренген жоқ. Су деген күшті, жып-жылы. Орыстар айтпақшы парное молочко дейді. Бірақ сүтке шомылған жоқпын. Кім шомылғанын білмеймін. Әйтеуір жып-жылы. Мынау жер балалармен келуге өте ыңғайлы, өйткені терең болу үшін ұзақ жүру керек. Су таяз, асты құм, жіңішке құм асты. Қазір толқындар көтеріліп кеткен. Кішкене осындай құм асты. Шомылып болғанша картопымыз дайын болайын деп қалды. Обед ішіп, бір ұйықтап ап, тағы шомылып, әйтеуір солай жүрміз. Кішкене ыстықты басып, қайтадан сергіп ап, демалыс тамаша болып барады. Обед дайын. Шатырдың астында, көлеңкеде, бірақ бәрібір ыстық. Сағат кешкі 6. Байқауымша таңғы сағат күндізгі 11-ден 4-5-ке дейін күннің астында ыстық, ең пик болады. Содан кейін кішкене бұлттар пайда болады, салқын, жел, комфортно. Қазір Шұбар деген ауылға келдік. Ауыл дегенде бұлай туристік орталық сияқты, дамыған туризм. Адамдар деген толып жатыр. Магазин іздегенбіз, әзер таптық. Нан біткен. Сонда адам көп жинап жатыр. Сондай рыба, раки бүкіл жерде. Очередь магазинға.
бар алғанымыз осы 2 лепешка, бұйырғаны осы. Нан вообще жоқ ешқайда. Адамдар ақырын кете бастады. Кеш батты. В городе 12 ночи. Жиырмасыншы шілде, кішкене танатпай күн бұлттанып тұр, бірақ погода бойынша жауын жоқ. Таңғы асты дайындап қойдым. Продуктыға қалаға келгенбіз. Анда мұнда жүргенше, іздегенше. В общем, машинаның бір патрубығы жарылған ыстықтан. Далда 37 градус. Енді соны запчасть іздеу керек. Айтпақшы бәрі айтады да, фрукты, овощи арзан деп, тіпті арзан емес. Бізде Степногорскта арзан, Астанада мұнан 2 есе арзан. Да өте қымбат. Мінекей осындай патрубок жарылып кетті. Мына жерде термостаттан пешке қарай ма, сон обратка саудим пештің. Сол жарылып кетті. Антифриз құтылы. Трубыкты ауыстырамыз деп 2 сағат жоғалттық. Біріншісін ауыстырғанша, екіншісі да уже бітейін деп қапты, соны да ауыстырдым. Палатка анда жағалауда жатыр. Ешкімге қалдырған жоқ, саман бекен. Неке локациямызға қайтып келдік. Бәрі орында сияқты. Жел аздап қират жүрді. Бірақ бәрі дұрыс, бәрі орында. Бан айт болғасын ба, әйтеуір машиналар көбейіп кетті, адамдар. Қандай городской пляж сияқты болып кетті мына жер. Далада жаңбыр. Почему запаха дождя нету, да? 21 шілде, таңғы 9. Жаңағында жаңбыр өте шықты. Қазір енді ауа райы салқындау, тамаша болып тұр. Негізі осындай кезде жолға шығу керек еді. Қазір көреміз. Мүмкін шығып кетеміз салқында. Енді обедтен кейін тағы да жауатын сияқты жаңбыр. Әлі жаңбыр жауып жатыр. Осындай палатканың бір минусы кішкентай, особо андай қозғалмайсың ішінде. Далада жаңбыр, біз әлі таңғы асты ішкен жоқпыз. Шайнекті қойып қойдық. Оны анау түнде дауыл болған ғой.
газовканың бүкілі құм, оны жуып қайтадан қосып қойдым. Негізі осындай жерлерге келгенде өзіңізбен бірге андай үлкен шатыр болса жақсы болушы еді. Шатыр, палатка, шатер дейді ғой, тент. Сондайды тартып қоясыз. Көлеңкеден де қорғайды, жаңбыр жауса да жаңбырдан да қорғайды. Ыңғайлы, комфортно өмір сүресіз, комфортно демаласыз. Осымен демалысымыз біткен сияқты, өйткені жаңбырдың басылатын түрі жоқ. Қазір кішкене күн ашылды, бірақ қайтадан жаңбыр жауады. Содан кейін және ауа райы бойынша ертең арғы күні де жаңбыр болады. Көршілер кетіп қалды, біз де жиналып жатырмыз. Палатка әлі су, кейбір киімдер су, енді оларды кейін кептіреміз. Жақсы, өте жақсы демалыс өтті. Балқаштың жағасында 3 түн түнедік, 4 күн болдық. 3 күн түнедік Балқашта. Балқаш рахат. Кетер аяққа тағы бір Балқашқа түсейін дедік. Қазір бір түсіп алып, кейін жол жүреміз. Дәл жүрейін деп жатқан кезде күн шығып, кәдімгі күшті болып тұр ауа райы. Бірақ та ар жақтан бұлттар төніліп тұр. Қалуға енді смысл жоқ қалуға. Балқаш қалай? От па, от.